Excel Grade 5 for Kazakhstan Students Book Module 7, page 87. Саламатсыздар ма құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сіздермен бірге 87-ші бетті талқылайтын боламыз. Vocabulary 7a. Exercise 4. Write 3 facts you remember from the text. Tell your partner. 4-ші жаттығуда мәтіннен есіңізде қалған 3 фактіні жазуыңыз қажет. Оны серігіңізге айтыңыз. Алдыңғы 86-ші бетте біз The Ghost of Mountains деген тақырыпта мәтін оқыған болатынбыз. Қалаған 3 фактіні жазсаңыздар болады. Мысал ретінде A ghost lives high up in the mountains of Central Asia. Second, snow leopards eat wild sheep and goats. 3. In Kazakhstan, snow leopards are fewer than 200. Parts of animals. Жануарлардың бөліктері. Exercise 5. Listen and repeat what are these words in your language. 5-ші жаттығуда тыңдалымды тыңдап және қайталайсыздар. Және осы сөздер сіздің тіліңізде қалай аталады? Бірінші суретте trout, форель балығы берілген, оның аузы mouse, eyes көзі, tail құйрығы, scales қабыршықтары, fin қанаты, mouse, eyes, tail, fin, scales. Ал екінші суретте goat ешкі берілген, horns мүйіздері, ears құлағы, body денесі, fur жүні, legs аяқтары, hooves тұяқтары. Тағы да қайталап шығайық. Goat ешкі, horns мүйіз, ears құлағы, body денесі, fur жүні, legs аяқтары, hooves тұяқтары. Үшінші суретте seagull құс берілген, шағала құсы, head басы, beak тұмсығы, feathers қауырсындар, wings қанаттары, tail құйрығы. Үшінші суретте seagull шағала құсы берілген, head, beak, wings, feathers, tail. Describing animals. Жануарларды сипаттау. Exercise 6a. 6-шы жаттығудың A тапсырмасы. Use the adjectives to complete the descriptions. Сын есімдерді қолданып сипаттаманы толтырыңыз. Бұл жерде бірінші құс parrot, тоты құс берілген. Ол жерде sharp, small, long деген сын есімдер бар. Енді parrot тоты құсты сипаттап шығайық. Sharp, big, өткір, тұмсығы бар. Және small body, кішкентай денесі бар. Sharp claws, өткір тырнақтары бар. Long tail, ұзын құйрығы бар. Келесі суретте bear, аю берілген, ал енді аюды сипаттаймыз. Бірінші аузы mouse, оның аузы қандай? Wide mouth, кең аузы бар, Екінші nose, мұрны қандай? Big nose, үлкен мұрны бар. 3. Ears, құлағы қандай? Оның құлағы кішкентай. Small ears. 4. Teeth, тістері қандай? Өткір, сол үшін sharp teeth. 5. Fur, жүні қандай? Оның жүнін сипаттаймыз. Аюдың жүнін thick fur, қалың жүн. Thick fur. Үшінші суретте бізе giraffe, жирафа берілген. Енді жирафаны сипаттаймыз. First, neck, мойны қандай? Суреттен қарасаңыздар, оның мойны ұзын, сол үшін long neck, ұзын мойын деп айтамыз. Екінші, tail, құйрығы қандай? Thin tail, жіңішке құйрық. Thin tail. 3. Head, оның басы қандай? Small head, басы кішкентай, small head. 4. Legs, аяқтары, оның аяқтары ұзын. Long legs, ұзын аяқтар. Speaking. 6-шы жаттығудың B тапсырмасы. Choose an animal. Your partner asks questions to find out which it is.
бір жануарды таңдаңыз деген сіздің серігіңіз сізге сұрақтар қойып, қай жануар екенін табуы қажет. A. Has it got a long neck? No, it hasn't. Оның ұзын мойны бар ма деп тұр. Жоқ, ол да жоқ. Has it got? Дәл осылай жалғастырамыз. Has it got a big nose? Yes, it has. Has it got sharp teeth? Yes, it has. Has it got thick fur? Yes, it has. It is a bear. Дәл осылай. Бұл аю деп тапқан сияқты сіздер жирафаны немесе тотықұсты жасыруларыңызға болады. Кейінгі тапсырмада listening, тыңдалым тапсырмалары exercise 7. Listen and complete the fact file about the bald eagle in your notebook. 7-ші жаттығуда тас қыран туралы деректі тыңдап және дәптеріңе толықтыр деген. The bald eagle is a magnificent bird. It is dark brown or black with a white head and tail. It has got big eyes, a small sharp yellow beak, and very sharp claws. Its wings can be up to 2 meters wide. Bald eagles are very fast flyers and can fly up to 65 kilometers per hour. They usually eat fish. They can live for 20 to 30 years. Ал енді осы тас қыран туралы деректі аударып шығайық. Тас қыран бүркіт деп атаймыз ғой, тамаша құс. Ол қара қоңыр немесе қара түсті, басы мен құйрығы ақ. Оның үлкен көздері, кішкентай өткір сары тұмсығы және өте өткір тырнақтары бар. Оның қанаттар ені 2 метрге дейін жетеді. Тас қырандар өте жылдам ұшады және 65 км сағатына дейін ұша алады. Олар әдетте балықты жейді. Олар 20-30 жыл өмір сүре алады. Келесі writing, жазылым, exercise 8, 8-ші жаттығу, portfolio. Write a short fact file about an animal you like. Use the fact file in exercise 7 as a model. Read it to the class. Өзіңіз ұнататын жануар туралы қысқаша дерек жазуыңыз қажет. Ол деректі жазу үшін сіз 7-ші жаттығуды үлгі ретінде алуыңызға болады. Оны классыңызға оқып беріңіз. Әркім өз қалаған жануарына жазса болады. Себебі әркімнің таңдауы әртүрлі. Мысал ретінде көбіңіз итті жақсы көресіздер. Ит туралы деректі жазайық. People around the world keep dogs as pets, guards, or work animals. Dogs are mammals with sharp teeth, an excellent sense of smell, and a fine sense of hearing. Each of a dog's 4 legs ends in a foot or paw with 5 toes. Each toe has a soft pad and a claw. A coat of hair keeps the dog warm. It cools off by panting and hanging its tongue out of its mouth. Apart from these common features, dogs come in many different sizes, shapes, and colors. There are more than 400 different breeds of dog. Сіздерде дәл осылай мысыққа, жылқыға немесе қалаған ұнатқан жануарыңызға сипаттама жазуыңызға болады. Осымен 87-ші беттегі барлық тапсырмалар аяқталды. Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Have a nice day!